шеткі және орталықтағы сарбаздардың айырмашылығы. Өкінішке орай, мына шеткі сарбаздың арманы көбінесе орындалмайды. Ол балабақшаға барады, мектепке барады, университетке барады, жұмысқа орналасады, бірақ діттеген жеріне жете алмайды, үлкен жетістікке жете алмайды. Өйткені мына тор, бұл деген қауіпсіз торлардың бірі. Бұл туралы сіздер жақсы білесіздер. Пілмен, турамен пілге қарсы күрестерде бұл өте маңызды. Пілдің түсі бөлек кездеді және мына шеткі сарбазға байланысты осы қауіпсіз тор өте маңызды. Сонымен А6 шах, патша А7, патша А5, А8, Б6, Б8, А7, А8 және осымен пат. Өкінішке орай, мына сарбаз деген өзінің мақсатына жете алмайды. Енді тура осы позицияларына бірақ тек қана сарбаз деген шетте емес орталықта орналасады. Мысалы Б, С, Д, Е, Ф, Ж осы сарбаздардың өзінде бір ерекшелігі бар. Мынау шеткі сарбаз, бұлардың мақсаттары көбінесе орындалмайды, ал бірақ мына сарбаздардың мақсаты және армандары орындалады. Бірақ бұны жүзеге асыру үшін сіздер деген көп ережелерді білу керексіздер. Әсіресе ойынның басында патшаңызды қорғау керек, ал ойынның соңында патшаңыз белсенді фигураға айналады. Мысалы, көп адамдар деген патша D2, E7, патша D3, патша D7, мына ойында оппозиция, тік жолдағы оппозиция. Патша D4, патша D6 деп мүмкіндік бермейді. Патша C4, патша C6, патша B4, патша B6. Ешқандай мүмкіндік жоқ. Енді әрбір сарбаздың өзінің кілті болады. Кілтін білетін болсаңыз, енді қалауын тапсаң қар жанар дейді ғой, соған байланысты мына әрбір сарбаздың өзінің қалауы бар, өзінің кілті бар. Ол кілті мына торлар. Егер осы торларды сіздер басып алатын болсаңыздар, онда сарбазыңыз міндетті түрде уәзірге айналады. Ал егер де басып алмайтын болсаңыздар, онда өкінішке орай ол жүзеге аспайды. Міне, бірден жасап көрейік, өкінішке орай өзіміздің мақсатымызға жетпейміз. Басқа жолын таңдап көрейік. Мына бұл позицияның кілті осы торлар D5, C5 және B5. Басқа жолын қарастырайық. Патша C2, патша E7, патша B3, патша D6 және патша B4. Бұл енді қиғаш оппозициясы деп аталады және екі негізгі торларды басып алды. Патша D5, патша B5 тағы да бір оппозиция, бұл енді көлденең оппозиция деп аталады. Патша D6. Біз деген цугы және цванг деген жағдайға тап болдық. Цугы, цвангтан шығу үшін сіздерге қосалқы жүрістер керек. Сол себепті C4. Негізгі мына торларды, мына екі торды сіздер басып алдыңыздар. Соның арқасында осы позицияның кілті деп айтуға болады. Өте маңызды торлар осы. Патша C7, патша C5 қайтадан тік жолға оппозиция және қарсыластың патшасын мәжбүрлейсіздер. Патша C8, патша C6 қайтадан сіздер деген оппозицияға тұрасыздар да, енді қара патшаға айтасыздар, не оңға, не солға жылжы деп. Патша B8 және патша D7. Патша D7 деген жүрістің ең басты мақсаты, әрине сіз негізгі өте маңызды торларды басып аласыздар. Енді сіздің сарбазыңыз еш кедергісіз емін-еркін C8-ге барады. Патша B7, C5, B8, C6, A7, C7 қомағайлар қатарына кірдіңіздер. Мына жерде тағы да айта кететін жағдай, ол қазір мына сіздер қомағайлар қатарын толығымен басып аласыздар және мына сарбаздың кедергісіз өтуіне көмектесесіздер. B7, C5, B8, C6, A7, C7, патша B7 және C8 уәзір. Бұл жерде уәзір мен мат қоюдың екі түрі бар. Бірінші патша мен уәзір бірлесіп қояды, немесе патша өз бетімен ат сияқты қимылдайды, немесе содан кейін оған әрине патша қосылады. Уәзір мен мат қоюдың өзінің жолдары бар.